Сәлем достар, бүгін біз жолбарыс пен түлкі деген ертегіні айтатын болғамыз. Бір күні бір жолбарыс болыпты. Ол жақта ұйықтап қалыпты. Содан кейін оның ұйқысы қанып, бұл не шырылдаған дауыс естиді. Бұл ненің дауысы дейді. Жолбарыс, бұл менің қарным ашқан екен ғой дейді. Содан кейін ол орманға барып, ағашта тығылып тұрғанда, кім бірінші келсе, мен соны жеймін дейді. Содан кейін түлкі келе жатыр екен. Содан кейін арыстан соны ұстап алады екен. Жолбарыс ұстап алады екен. Содан кейін ол айтады түлкі: Жолбарыс, мені жемеші, мен саған тамақ алып келем көп дейді. Содан кейін түлкі қоян алып келеді. Қоянды жолбарыс жеп қояды. Содан кейін түлкіге ешқашан сенбеңіздер. Содан кейін қоян байқұс кімге жем болып қалады? Жолбарысқа. Болды. Түлкіге ешқашан сенуге болмайды.